досың, жақының, анау, мынау бәрі жеп жатыр. Мен ойладым мен өлем дедім. Үйде хайвай, ол жасыратын жоқ қой. Қатынға да желание болмай қалды. Өйткені сен мына басыңда 1000 миллион проблемаң болатын болса, бір жерін қайтып тұрмайды ғой, на то пошло. Аманжол Рысмендиев алаяқ дейді. Ол жерге компанияның аты Энрайс болады. Ол жерге мен өзімнің 2 миллион долларым салам. Сіздің тұрғыңызды көрсе құсқысы келетіндей дәрежеге түсіп кетті олар. Мен өмірімде мен арақ ішіп көрмеген адаммын ғой. Сонымен Қызылжар деген арақты алам. 3 бутылкасын 3 күн бойы әйтеуір заставить етіп іштім, құстым, ауырдым. Өліп кеткім келетін кезең болды. Иә, өліп кететін кезең болды. Бір досыма звондап, досына Макар тауып алды. Нұрқадыл сияқты бастан өзі бір атып жүректен бір атып өле қалдым. Халықтың әл-ауқатын жақсарту. Сол кезде өткендегідей қан төгіс болмайды. Халық не үшін шығып жатыр көтеріліске? Еріккен соң ба? Оның бәрі террорист, мен ондай әңгімеге сенбеймін. Алдау, арбау, осындай адамның қасиеті сізге қаншалықты жақын? Мен өтірік айтпаймын, мен өтірік айтпай қойын. Мен өтірік айтамын. Мектепке аяқ киіміңіз болмай, қарындасыңыздың аяқ киім киіп барған кезіңіз болған екен, е? Қарындас мамамның аяқ киім. Армысыздар, бұл Жұртым жұтамасын бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі қонағы елімізге танымал кәсіпкер, итжанды азаматтардың бірі Аманжол Рысмендиев. Енді сіздер итжанды деген дұрыс жағынан түсініңіздер. Біздің атам қазақ, яғни өлмес адам екен дейді ғой, сондай. Оның себебін қазір түсіндіріп кетермін. Өзіңізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Көп рахмет. Қал ахуалыңыз? Аллаға шүкір. Бәрі жақсы ма? Ақырын километр шақырып жүріп отырмыз. Бұл Жұртым жұтамасын бағдарламасының мақсатын білесіз ғой сіз, яғни түсіндіріп кетейін. Нұреке неге олай болып кетті демеңіз. Мына 3 түрлі тағдыр иесі сізді күтіп отыр. Яғни Аманжол баламыз бізге қандай көмегін береді екен, қай жағынан өзінің бағанағы шарапатын тигізеді екен деген ниетте отыр. Сіздің алдыңызда өткен бағдарламаның санында Ғазизхан Шекербеков деген әнші бауырыңыз келіп, Шымкенттегі Дана есімді бір ханның 10 миллион теңге кредитін жауып кетті. Енді мен сізді айтпаймын, бір пәтерін алып беріңіз, автокөлігін алып беріңіз деп, бірақ шамаңыз келгенше осы 3 конверттің біреуін бағдарламаның ортасында немесе соңында ашып, көмек қолыңыз созатын боласыз. Келістік. Мына көңілден кеткен, көзден кеткен көңілден кетеді дейді ғой. Неге көрінбей кеттіңіз өзіңіз? Арагідік өзімізде хабарласып, бір достық көзқарасымызды танытайық деп хабарласқан кезде телефонды көтермейсіз. Ақиқатын айту керек. Айналаңыздағылардан ренжіп жүрсіз бе, әлде айналаңыздағылар сізге ренжіп жүр ма, осыны жауап бере кетсеңіз. Қашып жүр дейсің, қашқан оқуға сақтасын. Жалпы енді рас қой, мен 2 жыл 2019-да бізде 2020-дан карантин басталса, 2021 1,5 жыл десек болады. Досым тұрмақ, туыс туған ағайынмен де көрісіп жүр көп жыл. Телефон, переадресация, ешкім звондай алмайды, өзім хабарласпасам. Енді оның бір себебі не? Жалпы қоғам дос жараның, ағайының керексің, жақсы болсаң ғана керексің. Ақшаң болмаса, басыңда миллиардтаған қарызың болса, 1000 миллион проблемаң болса, ол кезде сен керек емессің. Ол өзі өмір сондай да өзі. Мынау қарапайым ғана біз қайшыны алайық, пышақты алайық, қайшы өтпесе, пышақ кеспесе, ол кімге керек? Оны мұсырға лақтырып тастайсыз өзіңізде. Сол сияқты кез келген кәсіпкер, көп кәсіпкерлер мені көріп отырса, или жалпы қызметте жүрген адамдар аттан түскен кезде өзі көбіне қызық бола бермейді. Бағанағы достарыңды мақсат толықпай деген досымыздың сөзі бар еді.
достарыңды білгің келсе жай ғана өзің бірінші хабарласпа деп. Сондықтан мен ең бірінші өзім хабарласпадым, одан кейін кімнің кім екенін көрдік деген сияқты да. Енді оларға бір ренжіп кету деген дүние емес, ол өмірдің заңы да. Мен өзім ойымша қоғаммен аралас, дос жараныңмен аралас, қолыңда бар болса жұмысың жүріп тұрса, бәрі керемет болса, ал сен проблеманың астынан, қарыздың астында қарызға батып жатқан кезде кімге барып мұңын шағасың? Әркімнің проблемасы оның какашкасы болатын болса, әрбір адам унитаз емес қой. Мен өзім қиналып жүргенде оларға барып мұңымды айтып, проблемамды айтып, араласуға да шамам келмей қалады ғой. Сондықтан өзіммен өзім болып кеттім 1,5 жыл бойы. Тамаша. Енді сұхбаттың барысында айта кетейін, көпшілік демей қойын, кейбір азаматтар маған хабарласып, осы Аманжолмен қарым-қатынасың дұрыс еді ғой, ол жігіт бізге кері байланысқа шықсыншы, қоянның суретін салып кетті деп маған ренжиді. Мен айтамын, мен Аманжол емеспін ғой, бәлкім басында жеке проблема болып отқан шығар, отбасында бір жағдай болып отқан шығар деп солай жауап берген күндерім де болды. Енді мен сізге жалпы келіп жатқан өзіңізге, соның ішінде бағана комментарий дейміз, басқасы дейміз, енді жел тұрмас шөптің басы қимылдамайды ғой, сол әңгімелерден бастайын, өзіңіз ашып айтыңыз ақ қарасын. Аманжол Рысмендиев алаяқ дейді. Ол біздің ақшамызды жинап алды, сабағын өтпей қойды, өтем деген сабағы бағанағы уақытылы өтпеді, сонымен жүріп қалдық біз дейді. Біреулер айтады, Аманжол Рысмендиевке сеніп Енрайс компаниясына бардық. Әрқайсымыз әйтеуір сол азаматтың жерге қалдырмайды ғой деген ниетте соңғы ақшамызға дейін салдық. Бүгінгі таңда не Енрайс жоқ, не Аманжол жоқ. Сонымен бізде былай айтқан кезде басымызда не тауға, не дөңге соғарымыз білмейміз дейді. Осы бойынша енді өзіңіз жауап бере кетсеңіз. Енді біріншіден Абайдың сөзбен бастайық. Біздің қазақтың дейді, тірісінің, өлісінің жаманы жоқ, тірісінің жамандаудан аманы жоқ дейді. Немесе Машқұр Жүсіп бабамыз, ер өсекке ілінбей, есепке ілінбейді дейді. Ол елдің алдында жүргеннен кейін, на самом деле, кез келген адам басында өзінің қателіктері бар. Кез келген адамды өсектейді. Біреуді 1-3 адам өсектейді, 1-2 адам жамандайды, біреуді 100 адам жамандайды деген сияқты да. Мысалға, Трамптың жақтастары бүкіл Америка жабылып, Байденді жамандап жатыр. Байденнің жақтастары Трампты жамандап жатыр деген сияқты. Немесе Мұхамеджан Тазабеков ағамызды біреулер вахабист деп жатыр. Оның барлығы бір әртүрлі алып қашпа әңгімелер. Десе де, жел соқпаса, шөптің басы қимылдамайды. Қандай адамды өсектейді? Бірдеңе істейтін адамды өсектейді. Енді бұл мәселенің бас қаяқтан басталды. Мен шыны керек, бұл мен үшін үлкен бір сынақ жылы болды деп айтсам болады. 2021 жылы сіз үшін сынақ болған? 2020 мен 2021 жыл. 2020-ның жартысы мен 2000 сынақ жылы болды десем болады. Өйткені біз 2019 жылы компания ашамыз, мен әріптестеріммен бірге. Ол жерге компанияның аты Енрайс болады. Ол жерге мен өзімнің $2 миллион салам. Одан бөлек әріптестерім ақша салады. 3 жігіт болып компанияны ашамыз. Одан кейін енді компания тез дамып кетті. 3 жігіт, Алтынбек? Ол мен оқушым, өте алтын азамат, Ақтөбеден. Алтынбек Мұстафин, Шымкенттен Данияр деген азамат. Үшеуміз бірігіп ашамыз компанияны. Әр қайсымыз бағанағы белгілі бір ақша көлемін салу керек болдық. Негізінде 400 миллионнан 1 миллиард 200 миллион салу керек болдық. Енді мен өзімдікін салдым. Жігіттердің кәсіп болғаннан кейін кейбіреуінің түсетін ақшасы түспей қалды, біреуінде кешігіп қалды. Даниярдікі түспей қалды? Иә. Сол кезде мен не істедім? Енді басталған жұмыс тоқтамау керек қой. Біз үлкен масштабта келеткен адам, компаниямыз уже 11 офис Қазақстан бойынша ашылып тұр. А сол кезде мен досым бар, жараным бар, кімді танимын, айналамның бәріне ақша жинадым, салдым бизнесқа. Это қателеспесем, сөйтіп жиналған
ақшаның көлемінің өзі бір 600-700 миллиондай болды. Ол жетпегеннен кейін біз Atera Capital деп инвест компания ашамыз да, Atera Capital мен біз халықтан ақша жинаймыз да, оны да саламыз. Enrise'ға саламыз. Халықтан қалай ақша жинадыңыздар? Ол кәдімгі элементарный бағанағы микрофинансовый организация аштық. Содан кейін, мысалға, сіз ақша салатын болсаңыз, біз банктен қарағанда жылдық сыйақыны көп бердік та, мысалы банк 12 болатын болса, біз 24%-те 42%-қа дейін бердік. Сөйтіп адамдардың барлығы ақшасын салды, компания дамып жатты. 2020 басталды. 2020 жыл, енді өздеріңіз білесіздер, 2020 жыл біз келдік та, енді міне үлкен неге рывокқа дайындалып отқан кезде карантин болды. Бітті, 11 офисіміз жабылды. Қасымдағы әріптестерім, енді оларда да бала-шаға бар. Оларда да бағана отбасын бағу керек. Әбеке, енді айып етпеңіз. Біз әзді кейін біткеннен кейін тірлікті дамытайық. Біз әрқайсымыз өзіміздің тірлігімізді істейік деп, сөйтіп жігіттер өзінің жұмыстарымен кетті. Енді ақшаны тапқан кім? Мен. Қолданылған лицо кім? Менікі. ТУО-ның директоры кім болып тұр? Мен. Атеранікі де, Enrise'дікі де. Мен тұрдым да бүкіл бағана жағдайды өзіміздің бағана инвесторларға, ақша алған адамдардың барлығына мен 2020 жылы жазда, 2021 жазында, 20 жазында түсіндіріп бердім. Даже карантин кезінде біз Atera Capital дивиденд беріп отырдық. Менің бар ойым енді бұл ақшаны қайтару керек қой. Ана қырсық бір айналдырса, чыр айналдырады, 9 қатының толғағы бірден келді дегендей. Енді алдың ба бер. Бірақ юристарым айтты, әбеке жағдайға ескере келе бағанағы Enrise'ді можно обанкротить. Можно бағанағы Atera Capital'ды обанкротить. Потому что бұл ақшаны мен өзім қалтамасағым жоқ қой. Енді сол ақшаларды қайтару үшін 2020 жыл мен істедім, 2021 жылы. Дұрыс, 20 жыл мен істедім. Өзім Алматыдағы бір пентхаус, бір апартамент, 2 машинам, 3 жерім, Қаскелеңдегі 2 жер, IT-дегі 1 жерім, бүкіл бәрін саттым. Ой, ұзын сөздің қысқасы, сол 2021 жылы бәрін беріп, жартысын қайтардым. Мен өзім өзіңіз ойлаңыз, өзім 2 миллион долларым кетті, шамалап. Үйіңіз тартып алды ғой бір үйіңізді, достықтағы? Тартып алған жоқ. Мен оны бағанағы... Бала-шағаңыз шырқырап далаға қыстың күні қуып тастаған кез есіңіз жоқ па? Қуып тастаған кез болған жоқ. Ол мен өзімнің досымнан Enrise үшін өзім сол тұрып атқан үйімді залогқа қойдым да, ол үйдің бағасы 172 миллион етін. Мен 140 миллион теңгедей ақша алып, оны Enrise'қа тыққам дамып атқан кезінде. Ал енді мен не істеймін, мен ай сайын ол жігітпен мен қалай келіскем? Ай сайын мен саған бағана рахметің беріп тұрам. Рашид деген жігіт. Ол Америкада, ол мен досым. Қазір әріптесім ғой бизнестағы. Рашид дедім, жарайды. Мә, сатасың ба үйді, өзің біл, үйді бере салдым. Пентхаусты, ол жерде тұрған пентхаус сатылып кетті. Ананың бәрі сатты, ақшаның бір 30-40%-ын сол жылы, 2020 жылы ол қайтарылды. Яғни мен ровно 2020 жылдың октябрінен бастап 2021 жылдың сентябріне дейін пәтер жалдап тұрдым ғой. Әлде пәтер жалдап тұрып жатсыз ғой сіз? Әлде пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Бірақ өткенде мен осы жылы 2021 жылы мен үй алдым. Бірақ онда тағы да ақшаның мәнісі болмады, ол қайтып сатылып кетті. Енді қазір пәтер жалдап тұрып жатырмын. Ол жасыратын түгі жоқ. Бірақ сол тура өзім достық резиденсімнен өйтіп жолын тауып, амалын тауып, бағанағы 2 этаж пентхаус дейміз ба? Соны оформить етіп қойдық. Барлығымыз дәріленбеген семіз ет жегіміз келеді. Бірақ достар, біз оны қайдан табамыз? Сіздер үшін 24 сағат maltabu.kz сайты жұмыс жасап жатыр. Ешқандай делдалсыз өздеріңізге керекті төрт-түліктеріңізге қол жеткізе аласыздар. maltabu.kz сіздер үшін 24 сағат жұмыс жасайды. Аманжол машинаны жалға алады екен да, сонымен айдап көпшілікке понт қуалайды екен дейді. Яғни мына машине тура сұрақ қояйын, жалға алған машине емес па? Жоқ, оны анау техпаспорт бересінші, үстінде тұр аудио. Менің кез келген машиналарым
Қазір офистің алдында болған болатын, офисқа барсақ. Сол кезде көресіз, жоқ, ешқандай жалған емес міне. Письмендиев Аманжол Советбекович дейді, 700 айыры. Достар жалға алынды. Айта береді ғой халық. Ана R8-та Айбалаға сыйлаған кезде айтқан, JL-мен жүргенде де айтқан, оның алдында Панамерамен жүргенде де айтқан. Айта береді ғой. Ол мына қазір қоғам қандай болып кетті қазір адамдар. Не бар соны көрмейді, не іздейді соны көреді. Енді ол адамның психологиясында да. Бағанағындай біреулердің артынан жала жауып, баға айттым, журналистер шығып жатыр дедік, өсек болып жатыр дедік. Жағдайды білмей біреулерге жала жауып, біреулерді төмендету арқылы өздерінің ішкі мынау жағдайын шаттыққа бөлейтіндер бар да, содан кайф алады да олар. Олардың өздерінің аттары бар, хейтерлер. Мен қуанам мен жайлы өсек жүргеніне. Яғни мен жайлы өсек жүрсем мен қызықпын да елге. Ал енді менің өмірім біреулерге қызық болса, яғни олардың өздерінің өмірі өздеріне қызық емес та. Яғни өмірлері онша емес та. Біреудің өмірі күшті да, соны өсектеп, соны чұқылап, артын қазып, содан кайф алады да. Енді ол Америкада да бар ондай адамдар. Ол ауылда да бар, ол Сингапурда да бар. Ол қалыпты жағдай елдің іші болған. Бұл көліктің құны ма? Бұл көліктің құны шамамен 60 миллионның үстінде тұрады. 60 миллион теңге. Қазір біз тұрған жер бұл Enrise компаниясы болған, бұрында? Иә, Enrise'ның 11 офисі болған. Біз ашқан. Бұл Алматыдағысы? Иә, тол ең үлкен осы болған. Қанша квадрат метр? 1070 квадрат метр. 1070 квадрат метр. Қазіргі таңда Enrise компаниясы жабылды. Оның орнына Аманжол International дейді? Enrise компаниясы жабылған жоқ. Мен айттым, ешқандай компания банкрот қылған жоқпын. То есебінде тұр, бірақ жұмыс істеп тұрған жоқ уақытша. Болашақта мәселелердің барлығы карантин кетіп, бәрі жөнделгеннен кейін Enrise компаниясы жұмысын 1-2 жылда бастайды. Бірақ басқа бағытта бастайды да. Сетевой емес. Сетевой емес, өзінің өнімдерін сатып бастайды. Енді біздің Enrise шығарған өнімдердің сапасы жақсы ғой. Бірақ бәрінің енді 4,5 фура товардың сұрап өтіп кетті ғой. Енді жаңадан заказ береміз да кейінірек. Бәрін реттеп алғаннан кейін. Қанша миллион теңге ущерб болды? Ущерб енді өніммен қарасақ, өніммен кеткен ущерб 1 миллиардтың үстінде товардың сұрап өтіп кетті ғой. Оның барына бар төгіп сатыңыз? Төгілген төгілді, төгілмеген жатыр чіріп складта. Складта. Яғни қандай тауар еді? Витаминдер, шоколадтар бағана энергия беретін. Сол ғой. Ол идея сізге қайдан туды? Ол шоколадтар, мысалға енді шоколад энергия береді деген көз басымыз көп сене бермейміз. Жоқ, ол протеин батончиктар ғой, мен ол идеяны Америкадан алып келдім ғой. 2018 Америкаға барған кезде. Негізі ол жақта, болашақта бәрібір біз витамин жейміз. Витаминсіз болмайды. Өйткені біз жеп жүрген тамақтың бәрі ГМО ғой. Сондықтан витаминсіз болмайды. Қажетті дәрумендерсіз. Ол сұраныс болатын дүние ғой болашақта. Түсінікті. Бірақ әлі дайын емес деп айтамаймын, дайын болды ғой. Компаниямен дамымады демейміз ғой. Компания дамымаса 70 адамды тойға апармаймыз ғой. Қанша адам көлікті болмайды ғой. Просто карантин кішкене құрып жүрді. Бұл офистің арендасы қазір қанша теңге? Бұл офис последующий выкупам дейді ғой. Сонымен тұр. Ай сайын қазір төленетін ақша 3,5 миллион теңге. 3,5 миллион теңге сіз осыған төлеп жатсыз? Иә. Сіз Enrise компаниясын ашқаннан кейін бағанағы 11 офистің бәрі жабылады, басқа болады. Сіз тауарлардың бәрін Ресейден алып келдіңіз. Дұрыс қой? Бізде келген тауарлардың бәрінің срок годносы 6 ай болған. Срок годносыңыздың бәрі сіздің өтіп кетті. Бәрінің срок 4,5 фура товардың срок өтіп кетті. Өтіп кетті. Орыстар сізді келді, қысты Россиядағы бағанағы заводтан келіп. Олар, мен қателеспесем, осы бір маңдағы бір үйіңізді тартып алыпты. Сол жағын бәрін ашып айтсаң, ешкімнен қорқасыз? Жоқ, мен ешкімнен қорықпаймын ғой. Анау бағана сұхбаттың басында да айттым ғой. Енді біз анау көкбөрінің ұрпағымыз дейміз ғой. Ал қанша қасқыр бағана қанша ашықса да аштығын білмейді, білдірмейді, қыңсыламайды. Қыңсыламайтын жігіттердің қатарынанбыз ғой. Сонымен бағана әңгімеге қайтып оралайық. Халық түсінбей қалмасын. Сөйтіп бағана 1 миллиардтың үстінде қарыз, сол 2020 жылдың ортасынан алатын болсақ, 2021-дің ортасына дейін
осы бұл өтіп кеткен жылға дейін 90% қайтарып тастадым. 90 емес, даже 95% ақшаны қайтарып тастадым. 1 миллиард 200 миллион қарыз болған, 1 миллиард 100 бірдеңе ақшаны мен қайтарып тастадым. Қалай қайтарып жүрсіз? Енді біз карантин кезде мен не істедік? Менің образовательный бизнесім тоқтап қалды. Тренинг 0. Ол Enrise сетевой компания болған, ол халықпен жұмыс істейді. Оны сұрау өтіп кетті. Налогі тағы бар дегендей, ол 0. Халық өздері біледі. Сол кезде мен Семизет деген компания аштым. Біразын сол Семизетпен и біразын өзіміздің басқа да проектлермен шығардық. Оның ішінде тренинг өттім, тоқтамай. Былтыр мен осы проблемамды шешейін деп 220 күн сахнада болдым. 2021 жылы. 220 күн тапқан таянғанның барлығы алам, берем деген сияқты. Қазір тренингқа тоқталамыз. Мына Enrise-тің мәселесіне келейікші тағы да. Бұл компанияда Алтынбек пен Даниярдың бүгінгі таңда халін білем. Сіздің тұрғыңызды көрсе құсқысы келетіндей дәрежеге түсіп кетті олар. Ақтөбедегі Алтекең болса, ол әйтеуір өткен нәрсе өтті, ондай нәрсе кімнің басында болмайды деп сізге оң батасын берді ғой деймін деп ойлаймын. Бірақ астындағы 570-не дейін сатып, алмаған кредиті жоқ. Былай айтқанда ол кісінің де біраз адамдардың алдында 200 болып қапты. Енді бұның қараңыз, енді бұның барлығына енді тікелей өзіңіз кінәлісіз ғой сондай, Орыстың жақсы сөзі бар да, для неудачника кто-то виноват дейді. Біз келісіп компанияны аштық. Идея менікі болды. Келісем. Идея менікі, олар инвестор қосылды. Олар ақшасын салды. Мен ақшамы салдым. Егерде мен түк салмай олардың ақшасын қолдансам, егерде компания Аманжолдың оқыпсыздығынан, тіпті болмағанда білімсіздігінен дамымай қалса, онда әңгіме бөлек. Enrise ол карантинге дейін өзіңізді білесіз, сол кезде менің сұхбат болған болатын, уақыт көрсетіп бағдарламасына. Дубайда 70 адам біз алып бардық. Enrise арқылы. 70 адам біз дем алттық. 150 адамға қателеспесем шуба бердік. 250 адамға біз планшет бердік. Enrise'да істегендер миллиондап, 2 миллиондап ақша тапты. Таппады емес. Ол 11 офис не үшін ашылды? Жақсы бәрі жүріп тұрған жұмыс. Енді әрине ол Алланың сынағы да. Карантиннің кесірінен келдік, құладық, товарлардан сұрап өтіп кетті. Ал енді, менде бағана өзім ақшамды салдым, және жетпегенін бағана айттым ғой. Потому что ең көп акция менде болды ғой жерде. 51% болды менікі. Прибыльді компания бойынша. Мен де өзім достарымнан алып салдым. Тура сол сияқты. Олар да өзінің достарынан біреу машинасын қойып, ақшасын жинап салды. Бұл бәріміз сөйтіп салдық. Ал енді ол жігіттермен хабарласып тұрам, мені бір жек көреді, бағанағындай. Мені бір көре алмай жүр, Аманжол оңбаған деп, біз жігіттермен әдемі қоштасқанбыз, ондай әңгіме жоқ. Даже қарым-қатынастамыз. Өткенде Данияр мырзаның өзі келіп сабаққа қатысып кеткен. Құрметті көрермендер, сіздер ойлап қалмаңыздар, тағы да қайталап айтам, мен Аманжолдың рекламасын жасап тұрған түрім жоқ. Ақ пен қараны ажыратып алайық. Әрине, көзқарақты көрермендердің арасында маған да түрлі сұрақтар келіп түседі. Қайда жүр Аманжол? Оның инстаграмда беті жылтырағанмен біздің бетімізге тура қарай ала ма дейді. Сол себептен білейік, не мәселе болды, не жағдай болды, ең бастысы өзінің дені сау, компания құлдырады деп отыр. Енді сол бағанағы атышулы Enrise компаниясының ішіндеміз. Бұл жерде қанша адам қызмет жасады сізде былтырлары? Карантинге дейін Enrise'да 4,5 мың адам істеді. 4,5 мың адамды сіз жұмыспен қамтамасыз еттіңіз? 4,5 мың адам болғанымен оны екіге бөлінеді бұлар. Штатный және қызметкер, сотрудник және дистрибьютор болды. 4,5 мың бағанағы дистрибьютор болды. Және 4,5 мың дистрибьютор сізде болды. 130-дың үстінде сотрудник болды. Қала бәрін қоссақ. Яғни осы компанияда өсіп жетілем деген азаматтардың азаматшылар, олардың барлығы. Яғни сетевой маркетинг деген нәрсе осы елімізде осыдан 2 жыл бұрын керемет үлдемен бүлдеге ораймыз деп қаптап кетіп еді. Солардың арасында өздеріңіз де болдыңыздар. Сонда шынымен де сетевой маркетингтің адамдар байы ма? Жоқ, сетевой маркетингтен әлем бойынша
мың емес 10 мыңдаған адамдар миллионер болған. Енді бұл жерде нетіп алайық, сетевой маркетингтің атын жамылған қаржы пирамидалары сетевой маркетингтік компаниялардың абыройын түсіріп кеттік десек, сол дұрыс болады. Қаржы пирамидалары. Иә, айырмашылық неде? Қаржы пирамидаларында адам шақырасың, сол адамның ақшасынан сен ақша аласың. А сетевой маркетингте товар болады кәдімгі, твердый. Біздегі сияқты. Бізде болды ғой, кожаный сумкалар, швейцарский сағаттар, сонымен қатар витаминдер, БАДы, и сапалы барлығы. Түсінікті. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, сетевой маркетингтің көтерілгендері көп деп. Егер мен қателеспесем, 2006-2007 жылдары енді компаниясының өзінің атын айтпай ақ қояйын, сол жерде өзіңіз де сабақ бердіңіз, сол компанияда. Аты Арифлейм. Иә, мен Арифлейм, Мэрикей, Forever Living деген компаниялардың дистрибьюторлар менің сабақтарыма 2008-ден бастап қатысқан. Олардың қаншамасын өсіргенбіз. Чектері көтерілген. Өзіңіз айналып кеп, сол сетевой маркетингті ашу жөн санадыңыз, иә? Иә, жөн санадық, өйткені нарықта бір көп компания бере алмайтын мүмкіндікті бергіміз келді ғой. Кейін енді бұл тоқтап қалды ғой, болды ғой. Тоқтап қалғанына сіз өкінесіз бе, әлде кейде қуанасыз ба? 4,5 мың адамның оңай емес қой енді оларға. Жоқ, ол жерде ол 4,5 мың адам ешқайсысы ұтылған жоқ қой. Олар сатып алса өнімін алды. Компания тоқтап қалды. Әрине олар Энрайсқа сенген шығар. Мен сенбеді демеймін. Тоқтап қалғанына өкінесіз бе? Әрине өкінесің ғой. Ол өкінбеу мүмкін емес қой. Ол қаншама тер төгілген, ол менің уақытым кеткен, нервім кеткен, Алтынбек Мұстафиннің, Даниярдың нервісі кеткен, біздің команданың қаншама адамдардың бір баласы сияқты проекті болды ғой. Бірақ карантиннің кесірінен осындай жағдай болды. Енді мынандай сізде ой келмей ме енді? 4,5 мың адам, ол ертең 9 мың адам болды, 9 мың адамыңыз, 18 мың солай кете береді, ол 100 мың адамға дейін. Ол шексіз ғой. Сіз мысалға 50 мың адамда да тоқтауыңызға болар еді. Мүмкін 100 мың адамда ма? Жоқ, тоқтағанда мен... Болашағы жоқ қой сетевой маркетингтің? Жоқ, болашағы жоқ деген дүние емес ол. Бағана сайт атын атап кеткен Мэрикей компаниясы. Нарықта қанша жыл? 50 жыл ма әлем бойынша? Товар сапалы. Цептер компаниясы. Товар сапалы. Ол қанша жыл келетір? Oriflame қанша жыл келетір? Бағанағы МВ қанша жыл келетір нарықта? Олар келе жатыр ғой. Ал пирамиданың, иә, оның болашағы жоқ. Ол кәдімгі бұл жерде өнім ғой сатып атқан дүние. Одан ақша істеу емес қой. Ал енді мен тоқтайын деп мен тоқтағым жоқпын ғой. Мен амалсыздан тоқтадым ғой. Амалсыздан тоқтадық. Уақытша. Просто енді компания бұл 1-2 жылда ол өзінің өнімдерін кәдімгі обычный прямой продажамен, кәдімгі қарапайым жолмен сатады да болашақта. Бірақ тармақты маркетинг стилінде емес. Демек сіз бәрібір осы жолды таңдайсыз? 2 жылдан кейін. Жоқ, бренд, Энрайс бренд ол өшпейді. Өнімдер қайтып шығатын шығар бұйыртса. Көреміз енді уақыт көрсетеді. Подушка Аламан – это бренд в Казахстане для настоящих мужчин. Пользуйтесь, не пожалеете. Все девушки будут вашими. Ал енді олардың айналасындағылар ойлауы мүмкін. Мына Аманжол деген бәлеге қосылды да, Аманжолдың кесірінен менің күйеуім тіпті болмағанда менің досым, менің ағам өстіп қораға кіріп кетті, қиналып кетті деп. Ол менің кесірімнен емес қой. Әркім өзі санасымен шешім қабылдайды ғой. Ол басында келісілген дүние болды. Ал енді болмай қалды, иә, болмады. Ол кез келген бизнестің басында болатын қиындық, бизнесменнің басында болатын. Ол карантин кезінде жалғыз Аманжол қиналды емес қой, қаншама ағаларым бар, 27 миллион долларын жоғалтқан, 30 миллион долларын жоғалтқан. Трамптың өз кезінде 1989-да деймін, 2,5 миллиард доллар, 9 миллиард доллар бағанағы минусқа кіріп кеткен. Тура сол сияқты бұл нәрсені мен ең бірінші басында бұл проблемаға кірген кезде өзім амандасып кеткен болатыныз сол кезде. Шыны керек, мен отырдым, ұйқы жоқ. Баста 1 миллиардтың үстінде қарыз, Аманжол оған жауапты, жұмыс жүрмей жатыр. Мен офиста отырдым, офиста адам да жоқ, сотрудниктар да жоқ, бәрі кетіп қалды өйткені.
Оларға төлейтін айлық та болған жоқ ол кезде. Өйткені бүкіл сенген қойым сен болсаң, күйсеген бағана аузыңды ұрайын дегендей, бүкіл сенген дүниенің барлығы бағанағы әлпеш деген енрайс жоба болғандықтан, мен өзім даже образовательный бизнестарын басқа бүкіл бәрін қойып, мен бүкіл вабанкқа кеткенмін. Ал менің әріптестерім өйткен жоқ. Ол Алтынбек енрайста жүрген кезде де оның Ақтөбедегі өзінің супермаркеттері жұмысын істеп тұрды. Жили-были хотынаги тиым бар деген сияқты. Тура сол сияқты Данияр мырза ма, ол келіп кетіп жүрді, ол Шымкентте өзінің бағанағы Шымкент партнер компаниясын дамытып, өзінің бағанағындай жұмыстарын жасап жатты. Яғни, ал Аманжол не істеді? Мен өзім натурам сондай, от бол, жоқ бол, мен вабанкқа бардым. Вабанкқа бардым, қадалдым. Басында бірінші ойым сол болды. Сонда дедім, өстіп жүріп кеп, өзіңіз ойлаңыз, 2 миллион долларың жоғалтасың, еще миллиард қарыздасың, сені бағанағы досың, жақының, анау, мынау бәрі жеп жатыр. Мен ойладым, мен өлем дедім. Үйде хайвай, ол жасыратын жоқ қой, қатынға да желание болмай қалды. Өйткені сен мына басыңда 1 миллион проблемаң болатын болса, бір жерін қайтып тұрады, тұрмайды ғой, на топашлы. Балаңа да қарағың келмей қалса, ал әлемдегі өзіңді ең сорлы, ең бейшара, ең оңбаған деп адам көресің да. Кешегі бағанағы мен спонсор болған бағанағы өзіңіз білесіз ғой. 2018 бен 20 жылдың аралығында алдым десе, біз 17 машина мен сыйлаппын. Кезінде мен машина сыйлағандар, кезінде әбеке мен клипіма спонсор болып берші деп, мен клиптарына спонсор болған жігіттер, бүкіл барлығы кезінде әбеке дейтіндер Аманжол дейтін болды ғой. Дейтіндер ол. Маған қатысы жоқ шығар бұл сөз. Сізге қатысы жоқ ол. Сол кезеңде мен өлемді ойладым бол. Бір апта шыққан жоқ офистің ішінен. Не өмірімде мен негізі арақ ішіп көрмеген адаммын ғой. Сонымен Қызылжар деген арақты алам. 3 бутылка 3 күн бойы заставить етіп іштім, құстым, ауырдым. Сосын бір апта деген кезде есті жидым. Сол есті жиғаннан жұмыс, өз-өзіме серт бердім сол кезде. Ладно, Аманжол құлағанда қызып болмай қалған екен ғой. Көрейік. Сондықтан ешкіммен араласпай, ешкіммен қарым-қатынас жасамай, 1,5 жыл бойы жұмысты пердік, жанды салдық үшін жұмысқа. Аллаға шүкір. Әлде атира бойынша қазір қалдық ақша көбіміз 35 миллион теңге қалды. Бағанағы почти 300-400 миллиондан. Ал өзім бағанағы 700 миллион деген ақшадан тоже бір 20-30 миллион қалды. Сол мен өзіме серт бердім, 50% бәрін жапқаннан кейін, енді бәрі құртты ғой. Құдайға шүкір, бүкіл бәрін бағанағындай восстановить еттік. Жұмыстар жүріп жатыр. Енді оны қазір сұхбат барысында да айтармын. Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой. Арақты жатып іштім деп. Жатып ішкен кезіңізде өзімде бар бір амандасып айтайын деген ниетте барған едім. Бірақ мен шыны керек, енді Аманжолдың соншалықты алқаш болып кететінін мен көзім елестетпеппін. Мен анау сіздің көрермендердің несін жасырамыз? Көзбен көрген нәрсені баяндап берген дұрыс қой. Жоқ, алқаш деген кім? Алқаш деген меніңше ол жылдап бір айлап ішіп кететін адам шығар. Мен 3 күн іштім деп жатырмын. 4 күн, 4 күн, 4-ші күн қосып қойық. 4 күн, Өйткені ми. Мына қаншама адамдар жүр, басында 500 мың теңге қарызы бар, 1,5 миллион теңге қарызы бар. Дір-дір етіп жүр, дірілдеп. Ал мен даже карантин кезде мен семейный расходым өзі айына 10 миллион теңге ғой. Балам баратын садигі бар, қызым баратын школы бар, анау бар, мынау бар, жүріс-тұрысым бар, басқа бар. Ал ол былайда ең жаман нәрсе өмірде да айтып келмеген проблемалар да, ажал айтып келмейтін сияқты. Бұл карантин бізге айтып келмейтін дүние болды ғой. 180 мен кеп құлаған секілді да. 180 мен газға басып кеп бір бетонға тірелген секілді әңгіме болды да. Ешкім қалған жоқ, офистің алды мынандай. Шаң, топырақ. Әйтеуір қасымда Жомарт деген сықатқа қарайтын жігіт бар еді. Сол жүрді, болды. Әйелің үшін де оңбағансың, басқа үшін де оңбағансың. Ешкім сенімен амандасқысы келмейді, сөйлескісі келмейді, бағанағындай. Қалайды, саған ешкім ергісі келмес, қарыз сұрасаң бергісі келмес, түріңді де көргісі келмес,
егер қолда дүние болмаса деген Бауыржан деген кісінің термесі бар ғой. Тура сол әңгіме менің лично басымда болды. Получается, долларға шағатын болса, ол 3 миллион доллар қарыз ақша. Бірақ 3 миллион долларды бір жылда қайтарып беріп тастау, 1,5 жылда. Ол үлкен мен нәтиже деп ойлаймын. Адамдардың көз жасынан қорқасыз ба? Әжем тәрбиесінде өскеннен кейін алғы салма, қарғы салма, алғы сал дейді. Адамдардың көз жасынан қатты қорқамын. Сондықтан максимально адамдарды ренжітпеуге, адамдарға жамандық істемеуге тырысамын. Егер де мен батыстық стильдегі кәсіпкер болатын болсам, кезінде Қуат корпорациясы банкрот болды мысалға, иә? Болды. Заң жағынан дәлелдеп тұрып көрсетіп, компания банкрот болды. Ешқандай инвестордың ақшасы қайтпайды. Кешіріңіздер деп айтатын едім да мен. Сондықтан қатты қорқамын. Өзі қорыққандығымнан ғой. Құдайдан қатты қорыққандығымнан шығар, көп садақа беретін. Бірақ көз жасқа қалғаныңыз мойындайсыз. Қалдым деп ойламаймын. Мен біреудің көз жасына қалған адаммын деп ойламаймын өзімді. Өйткені кез келген нәрсені үстінен астынан қарауға болады ғой. Көз жасқа қалдым деп ойламаймын. Я карантиннің кесірінен компания жұмыс тоқтап қалып, инвесторлардың ақшасының қайту жағынан уақытын жеген шығармыз. Бірақ біреудің ақысын жеген адам емеспін. Мысалға енді бір тақырыпты нағып қайта-қайта шұқылап қоя берді деп қалмасын. Бірақ сіз сұхбатқа келіп отырсыз, қайқа келіп отқаныңызды білесіз, сондықтан сұраққа тура жауап бергеніңіз абзал. Мен қателеспесем, сіз яғни өнімдеріңіз, бағанағы Енрайстағы өнімдеріңіз кәдімгі астындағы атының өзі үркіп кетеді бағасынан. Деген сұмдық 600 мың, 700 мыңға дейін барды. Полный комплект. Комплектісі. 460 болды ең қымбат. 460 мың теңгесі болды. Енді 460 мың теңгеге құрсын кәдімгі біраз нәрсе істеуге болады ғой. Жоқ дегенде бір құлынды бие аласың ғой. Олай ғой. Ол жерде енді мен өзім көріп отырмын, бір сумка, бағана жарайды ол сумка көп болса бір 100 мың теңге шығар. Бір-екі тәттілер, бір-екі сағат мысалға. Сағат бір 50 мың теңге шығар. Неге оның бағасы сондай қымбат болды? Неліктен қолжетімді емес? Ол да енді көз жас қой енді адамдардың. Жоқ, бізде әртүрлі пакеттер болды. 30 мың теңгеден басталып 460 мың теңгеге дейін. 460 мың теңгелік пакетте сағаты, кожный сумкасы, содан кейін 9 коробка целый 9 түрлі витамин болды. Еще әрқайсысы екі-екіден қателеспесем. Ал енді неге оның бағасы қымбат десек, ол өнімдерді Қытайдан өндіруге болар еді. Немесе бағанағы сырьесі арзан, басқа заводтан да өндіруге болар еді. Бірақ олар сол нәтижені бермейді ғой. Қарапайым ғана мысал ғой. Nexi сатып алатын, DW Nexi, Lada сатып алатын ақшаға Mercedes сатып аламайсыз ғой. Сол сияқты. Ол нарықтың заңы ғой. Ол кез келген товарға баға аспаннан битіп алынып кеп қойыла салмайды ғой. Ол мысалға аяқтан 50 мыңға шығуы мүмкін. Оның НДСі бар, налогы бар, өз товардың себестоимостьін шығару үшін. Соның үстінен компанияның көргені таза. Көп емес, біз жақты жұмыс істеп тұрған күніміздің өзінде 20% үстінен көреміз біз. Компанияның өзі ғана көреді. Ол жақсы көрсеткіш. Біз аспаннан алып, ауадан бірден шығара салған жоқпыз. Сізде мынадай сәттер болды ма? Мен қателеспесем, тоңқайып ішіп жатқан жерің осы жер болған. Енді тоңқайып деген енді қатты дөрекі шығар. 3 күн депрессияға кірген. 3 күн депрессияға кірген жеріңіз осы жер болған. Иә, мен қолтықтап, қателеспесем мен қолтықтап осы жерден отырғызған кезде өзімді қуып жібердің сен. Көзіме көрінбей кет жоғал. Менің қызыл жарымда шаруам болмасын. Мен үшін ең адал дос қызыл жар деген сөзді. Енді адал дос демеген шығар мен. Енді. Осы жерде болды. Сол кезде мысалға
енді жай күндер түкірігі жерге тимей жүрген аман жол бір пәсте жұрт сынды деді ғой. Иә, бәрі бітті деп ойлады ғой, бәрі. Мынандай сәт болған жоқ па? Әттең осы мені бағанағы қамалып кететін болсам, отбасым не болады? Енді замашенничество кетіп қалуыңызға мүмкін еді ғой. Жоқ, егерде заң жүзінде келетін болсақ, мошенничествоға жатпайды ғой. Бірақ біздің Қазақстан заңын білесіз ғой. Болсын, болмасын, енді мысалға бір 100 адам түрмеде отырған болатын болса, кеше мысалы қанша адамды отырғызып жатыр, оның бәрі террорист емес қой. Қорқыныш болмады ма сот болып кетеді деген болды. Ақшаны қайтармайтын болсаң болды ғой. Тем более бәрін өзің алып алғаннан кейін. Басыңды алып қашпай. Болды. Өліп кеткім келетін кезең болды ма? Иә, өліп кететін кезең болды. Бір досыма звондап, досына Макар тауып алып, Нұрқатылып сияқты бастан өзі бір атып, жүректен бір атып өле қалғым келді. Бірақ не ұстап тұрды? Бір-ақ ауыз сөзді. Алла тағала адамның басына ол көтере алмайтын, ол шеше алмайтын қиындық бермейді деген сөз бар екен Құранда. Сол сөз мен үшін үлкен бір мотивация болды. Мен 3 күн ішіп депрессияға кіріп мына жерде арақ іштім деп айтылып, өмір ішпейтін адаммын. Өмір бойы спорт болып кеткен адам оның үстіне. Өйткені ұйықтай алмайсың уже. Айлап, миың орында емес, жүрегің орында емес. Бычыт болып бара жатсың. 1,5 миллиардқа жуық қарыз бір мезетте басынан пайда бола қалатын болса, мүмкін біреу асылып өлетін бе еді? Мүмкін біреу безіп кететін бе еді? Мүмкін жүрегінде түгі жоқ біреулер қырғыз асып қашып кететін бе еді? Бірақ мен қашқам жоқ. Мен осы жерде отырдым. Әр келген адаммен осы жерде мен сөйлестім. Или юристім жауап берді гарантия письмамен, или өзім сөйлестім. Ол Атерам болсын, ол Энрайс болсын. Оның барлығы білет осы. Біздегі Атераға қатысы бар адамдар болатын болса. Ешкім ешқайда. Зато міне Алланың арқасы шештік, қайтарылды 95%. Болды ғой. 40 кетіп бірі қалып болды. Сондықтан ғой жұмыстардың бәрі алға қарай қазір басып жатқан. Өнер жұлдызы Жанар Айжанова апайымыз танитын шығарсыз жақсы. Иә. Жанар Айжанова маған сан мәрте хабарласты. Нұрсұйтау анау қайда Рысмендиев деп. Не болып қалды апай десем, осындай Ажара Капиталға. қайсыған екен білмеймін, әйтеуір менде бір алашағым бар деді. Ол мәселені қалай шештіңіз сіз? Жоқ, ол Жанар Айжанова болсын, ол апайымыз тағы басқа кісілер болсын, бағана айтып отырмын ғой. Біз компанияны қаржыландырған кезде Ажара Капитал арқылы халықтан ақшаны жинадық та, оны Энрайсқа салдық. Кейін Энрайстың жағдайы анау болды. Енді карантин кезінде ешкімнің де жұмысы мандаған жоқ қой. Сондықтан бізде кешігу болды бағанағындай. Негізгі ақшаны қайтару жағынан және үстіндегі дивидендті қайтару жағынан. Ал бірақ егерде біз болар еді заң жағынан сыл аясына ЧП, өйткені шын ғой, ол барлығы қағаз жүзінде көрсетілген дүние. Ақшаны қайтармасақ та. Өйткені олар да инвестор, ақшалар күйіп отыр ғой. Ол бәрімізді күйіп отыр. Бірақ мен өзім абыройым үшін, өзімнің бағанағы азаматтығым үшін, мен бүкіл барлығына өзім жұмыс істеп, компанияға салынған ақшаны өзімнің қалтамнан қайтарып бердім. Ол Жанар апайымыз баяғының бай заманда алып қойған өзінің ақшасын. Алып қойды. Иә. Сіз маған айтып қалдыңыз ғой, маған осындай автокөлік сыйлады, мынандай машина көлік сыйлады деп. Шынымен сыйлады ма, әлде ол кино ма? Ол кино емес, ол шынымен сыйланған дүние. Мен өзім бағанағы тұрып ап, өзім кәсібім дұрыс болмай жатса, елге қарыз болып жатсам, тұрып ап, сол ақшаны бизнесқа салмайын ба, оны көлік мініп жүру. Не пайда? Я, менің қасымда жасырмаймын, менің басымда дәл қазір 5 көлік бар. Осылай 5 көлік бар. Бірақ 5-еуі де сыйланғанда 5-еуі ломбардта тұр қазір. Бәрі 5-еуі де права вождения ломбардта тұр. Өйткені мен топас емес шығармын. Мен неяқта бизнесім енді қарызым қайтарып енді көтеріліп кеткен кезде ақшам бәрін алып машинаға сап қойып отырсам, или басқа бірдеңе сап қойып отырсам, онда ол тупой бизнесмен боламын да. Ол ломбардқа ақшаны салып, ломбардтан алған ақшаны қайға жіберіп отырсың? Енді кезінде бағана айттым ғой, қарыз қайтаратын уақытта. Енді елдер қатты сұрады ғой ақшаларын, өліп отты ғой.
бер деп. Сол кезде машинамды қоя салдым, ақшасын бағанағы қойып бере салдым деген сияқты ғой. Қалғандардың бәрі оборотта жүр. Жерлер алынды, здание салынайын деп жатыр деген сияқты. Қазір 5 машинеге ломбардқа қанша төлеп жатсыз өзіңіз? Айына ма 7 миллион бірден ау дейді. Жоқ, 5 миллион 700. 5 миллион 700 мың теңге. Айына процент қана. Айына пайызын төлеп жатсыз. Қанша жыл төлейсіз? Қанша жыл төлейсіз? Қанша жыл емес, бітеді уже. Біте ма? Иә. Айына 5 миллион теңге. Тамаша. Енді 5 миллион теңге оңай ақша емес қой. Табыс қайдан? Қазір негізі табыс па? Негізі табыс былтырғы шын керек. Қазір мен негізі табыс кітаптарымнан, сосын енді басқа халық біледі. Ол менің тренингімнен ғой. Қазір ең негізі сол тренингпен, сол не қалған бизнестардың барлығы енді жұмыс істеп тұр ғой, ана біреуінен 1,5 миллион түседі, біреуінен 2 миллион түседі деген сияқты. Бірақ олар аз ғой. Ең негізгі табыс сол тренингтен. Бірақ жаңбырлап тұратын бизнестеріңіз бар. Кішігірім олар. Бағанағыдай қарқ үлкен пайда бере алмайды. Үлкен темалар енді басталады осы жылы. 2022-де басталады. Үлкен жобалар олардың барлығы. Енді жаңа сөзіңізді бөлдім ғой. Кино мәселесіне келейік. Қысқа мен тизерін көрдім киноның. Тәуекел жасамай өкінгеннен қарағанда тәуекел істеп өкінген жақсы. Ол жерде басты рөл ойнаған азамат героинға дейін иіскеп жатарды. Сонда жоқ, басыңыздан мен сол қиындық кезінде, карантин кезінде тағы да кәсіпкер достарым болды ғой, танитын, көрген. Ол сол карантин қиындық кезінде мен көрдім жігіттерді. Бағана героин иіскеп жатқан жігіттерді көрдім, қуып кеткен жігіттерді көрдім. Сондықтан оның барлығы 100% менің бір басымнан өткен деген дүние емес та. Бірақ енді біз басты рөлдегі актерға менің бір мінезімнің қырларын беруге тырыстық. Фильм не жайында? Фильм бизнесмен тәуекел сақы жоқ. Қорқпай тәуекелге бару жайында ол. Фильмнің өзіне біз так әрбір серия бүкіл бәрін есептейтін болсақ 55 миллион, сыртындағы жұмысы бар, анауы бар. Шамамен 70 миллиондай ақша кетті. Өйткені дубляжы бар ғой. Біз қазір қазақ тілінде шығады, мен YouTube каналымда міндетті түрде дубляждалып, орысша YouTube каналда шығады, ағылшынша YouTube каналда шығады, өзбекше YouTube каналда шығады, қырғызша YouTube каналда шығады. Бірден дубляждадық. Сол былтыр тапқан ақшамыздың бәрі фильмге салынды, жерлер алынды, жұмыстарға салынды, ақша қайтарылды деген сияқты. Не түсіндіңіз осы өткен 2 жылдықта? 2 жылдықта бәрін түсіндім десем енді яттау болатын шығар. Бірақ көп нәрсе түсіндім. Нақтылы айтып берейін. Ең бірінші түсінген нәрсем мынау бизнес-бокс сияқты ғой. Бағанағыдай защита бар, нападение бар. Мен көбінше тәуекел деп бүкіл проектілерім барлығы бағанағыдай план ДЖ-қыны қарастырмай көп баған тәуекелге кетіп қалғам. Сақтанып жүріп түсіндім. Бұл бірінші. Екінші, бәрібір Абайдың сөзі сенбей жатқан тұрса да қанша мақтап дегендей, өзіңе ғана сен дегендей. Ешкімге сенбей, өзіңе ғана сенуді түсіндім. Одан кейін ұққан нәрсем кез келген қиындықты шешілетінін түсіндім. Құдай тастап кетпейді екен. Ал енді елдің бәріне ұнауға келетін болсақ, елдің бәріне ұнаймайсың ғой. Біреу жақсы көреді, біреу жек көреді, біреу үшін оңбағансың, бағана айтқанда аферистсің, біреу үшін жақсысың деген сияқты. Сондықтан оны уақыт өз орнына қояды. Басты мәселе сол берілмеуді түсінесің. Horses power деген енді ағылшынша сөз, енді біздің қазақша аударғанда аттың күші. Сондықтан аттың күші немен кезінде ата-бабаларымыз мысалы атқа мінген, жауға шапқан кезде атпен жүрген, соның арқасында мықты болған денсаулығы түсіне отырсаң, аттың түсіне отқандай. Мына жерде өзінің нелері бар, бір мынандай массаж жасайтын. Сондықтан бұл отандық өнім өте пайдалы. Алла жазса осымен әрқашанда аттың үстінде жүргендей болып, денсаулығыңыз мықты болып жүреді деп сенемін. Шындығында бүгінгі таңдағы біз атқа отыруға мүмкіндігіміз жоқ. Барлығымыз қалада жұмыстамыз. Сондықтан мынау жұмыста әрі үйде де, автокөлікте де өте таптырмайтын дүниелердің бірі. Көрдіңіздер, керемет дүние. Бұл енді ешқандай жарнама емес, бірақ дегенмен де денсаулық мықты болу үшін осы нәрсені жасап жатқан азаматтарға шексіз алғысын білдіремін. Рахмет. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлымен жүздессеңіз,
Қандай өтініш айтатын едіңіз? Енді мен осы ол кісімен жүздессем, мен мынаны айтамын деп бір ойламағам да. Енді әрине ол, бірақ айтылған нәрсе болатын болса, мынау элитаны, крупный компанияларды, әсіресе госзакупта отқандарды қатты контроль алу керек. Тоны өтінетінен. И және бізде құрып қалған парақорлық. Осыны қолға алуды. Одан кейінгі дүние халықтың сауатын ашу керек. Кәсіпкерлердің, кәсіп істегісі келіп жүргендердің. Осыған мен баса назар аударуын сұрайтын едім. Айналып келген кезде. Одан кейін сұрайтын едім. Сұрайтын дүние. Ел бір адамдық емес қой. Жер президенттік емес ол халықтық. Сол халықтың әл-ауқатын тарихта тұлға болып қалғысы келсе, халықтың әл-ауқатын жақсарту керек. Сол кезде өткендегідей қан төгіс болмайды. Халық не үшін шығып жатыр көтеріліске? Еріккен соң ба? Оның бәрі террорист, мен ондай әңгімеге сенбеймін. Ол қара халық. Ішінде я провокаторлар бар шығар, 100 адам бар шығар, 200 бар шығар. 7.000 адам террорист емес қой, 20.000 адам террорист емес қой. Шындап келген кезде де халыққа обалда. Олар ашынған соң шықты. Енді олар көтеріліс жасап ашынып, уәжін билік айтпағанда кімге айтады? Орыстың билігін айта ма, Қытайдың билігін айта ма? Халық деген ол ашынып кетті. Бағана, нан бағананы таба алмай отқандар бар. Пәтерін төлемей отқан адамдар бар. Средний айлық біздің Алматыда. Міне, 150-200 мың алады. 150-200 мың алатын болса, ол 100 мыңын пәтеріне береді. 50 мыңына қайтып өмір сүреді. Бір еттің килограмм 4 мың теңге болып тұрған кезде. Өмір сүрамайды. Халық қиналып кетті қазір. Енді өкінішке орай, өткенде де президент өз айтты ғой. Біздің Қазақстан олигархтардың мекеніне айналып кетті. Қарапайым халық обал. Ол рас әңгіме. Ауылдағы емес, даже қалалы жерлерде адамдар 50 мың айлыққа өмір сүріп отыр. Солай, сондықтан да міндетті түрде госоргандарда істейтіндердің барлығының айлығы көтерілу керек. Міндетті түрде. Пенсияны көтеру керек, ол міндетті түрде. Әйтпесе ертең мына көтеріліс еуронда одан жоғарысы болуы мүмкін. Билік халықтікі, мемлекет халықтық екенін түсіну керек те. Мен қателеспесем, өзіңіздің туған жеріңіз Югра ауданының маңында, иә? Иә, Сүмбе деген жер. Сүмбе, иә, көршілес, Иә. Югра ауданының ішінде Сүмбе деген ауыл. Енді елімізде Кәріс ауданы жоқ, Орыс ауданы жоқ, Түрік ауданы жоқ. Неге Югра ауданы бар? Енді ол сұрақ билікке қойылатын сұрақ шығар. Сіз енді сол жақтың азаматы ретінде... Жоқ, ол әңгімені бағана ауданның атын өзгерту жағынан да кезінде бағана Батталып мырзаға да қаншама журналистер қауым бар. Сол біздің ауданның әкімаралары бар, азаматтары бар, тұлғалары бар, өтініш жасалған. Бір емес, бірнеше рет. Бірақ әлі ауыспай келе жатыр. Қандай сыр жатыр деп ойлайсыз? Білмеймін мен оны. Анау құлдың сырын кім білмес, ханның сырын кім білер деп, оны жоғарыдағылар білетін шығар. Мен білмедім оны. Мұртты кісі білуі мүмкін бұл. Ол жағын білмедім. Бизнес тренингтің дәуірі аяқталатын болса, не істейсіз? Жоқ, бизнес тренинг жүргізу, бұл менің өзім жаным қалайтын нәрсе, біріншіден. Одан кейін мен тренерлік білімді шыңдау үшін өзім басыма 500 миллиондай ақша салған адаммын. Оны өзіңіз өте жақсы білесіз. Оның барлығы бағана дипломмен, сертификатпен, достоверный информация. Жай әшейін құлаққа ілінген лапша емес. Одан кейін мен бір тренингке ғана қарап отқан емеспін ғой. Қазір осы жерде айтып кетуге болатын шығар. Биыл Алла берсе келісіліп қойды, құрылысы басталатын үлкен мектеп салынып жатыр. 7 этаж бизнес центр салынып жатыр. Оны Чонжыда Аят Резорт деген 6 гектар жерге бағана демалыс аймағы салынып жатыр.
осы тұрғанда Бинтест деген онлайн неге тренингке қатысы жоқ платформам жасалынып жатыр. Осы тұрғанда Аят Автостайл деген осы автомобильге қатысты бір жобам тоже жасалынып жатыр. Оның бәрі міне ашылып жатыр. Сондықтан да бір сол былтыр бағанағы не түсіндің дегендей, бағана ит жанды деп атсың ғой. Ит те бір қасқырдың несі ғой. Қандай қиындық болса талпынсаң, талаптансаң, Құдайдан күдеріңді үзбесең, өлмейтінін түсіндім. Бірақ енді қиын болған соншалық осы жерде өлмейтінін түсіндім дегенде. Мен қорықтым, өліп қалам деп ойладым. Өйткені сол 2020-ның жартысы мен 21-дің жартысында осы ақшаларды қайтарам деп жүгіріп жүріп, мен 3 рет инсульт алдым жүректен. Бір рет тренинг өтіп жатып Ақтауда құладым. Шыққан кезде тұрғам, талқаптым. Сол аяғымен сол қолым істемей қалды. Екінші рет Алматыда, бір рет Астанада. Өйткені стресс оңай емес қой. Енді былтыр мен сияқты көп ешкім тренинг өткізбеген шығар. Өйткені былтыр мен айттым ғой, әр күнім тренинг болды. Күнде 14 сағат, 12 сағаттан. Оның бәрі чтобы абыройыңды жоғалтпау үшін, қарыз-құрызыңды қайтару үшін, және баяғы былой абыройыңды орнына келтіру үшін. Елдер қашып кетіп жатты ғой, көрдік қой. Мен қашқам жоқ, мен пақайт еттім. Ишак сияқты пақайт еттім. Ишак өйтіп пақайт етпейді шығар даже. Былтыр бастаса мысалға, осы проблема кезінде мен 78 килограмм еттім. Мен бір жылдың ішінде салмағым 59-ға түсті. Үйде жатып алып депрессия кіргем жоқ. Тек қана жұмыс істедім. Бірақ Құдайға шүкір, тәубе. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ақшам таусылып, сондай құлдилап құлаған кезде көпшілігінің маскасы шешілді, жанымда бір адам қалған жоқ деп. Оған кім кінәлі? Достарыңыз кінәлі ма, әлде өзіңіз кінәлісіз ба? Мен ешкімді кінәламаймын. Мен өзімді де кінәламаймын. Өту керек кезең ғой. Мен бағанағы өзіме қол жұмсағым келіп, сондай моменттер келген кезде мен айттым, аман жол дедім. Осыған берілген вызып қой дедім. Сұмдық білімдісің ғой дедім. Өзіңше елге үйретіп жүрсің ғой, давай, қиындық проблеманы шешуді. Мына 1 миллиардтың үстіндегі проблеманы шешші бір жылдың ішінде дедім. Өзім. И шештік. Ал енді мен анаумен араласпай кетеді, мынауменен араласып жүр деген менде ешқандай реніш жоқ. Керек адам мені іздеп тауып алады, араласады. Керек емес адамына мен керек емеспін. Болды. Біреуге менің білімім керек, $1000 ақшасын төлеп алдымна келеді, ой яқан ұшып келеді. Қасында жүрген біреуге мен керек емеспін. Ол өзі білсін. Сондықтан да елдің бәріне оны алуға міндетті емеспін. Ешкімге ешқандай ренішім жоқ. Алдау, арбау, осындай адамның қасиеті сізге қаншалықты жақын? Өтірік айту ма? Өтірік айтам. Мен өтірік айтпаймын, өтірік айтпай қойын. Мен өтірік айтам. Екі жағдайда өтірік айтам. Бірінші әйеліме, кешке қалам, үйге қонбай қалам, сондай кезде өтірік айтам. Екінші, екі адамды татуластыру үшін бір-біріне мақтап, сол кезде өтірік айтам. А былай мен өтірік айтпаймын. Енді несін жасырамыз, мен басқа жаққа бармай қойын, өзіміздің елімізде бизнес тренинг жүргізетін азаматтар бар. Оны өзіңіз жақсы білесіз, қатарында өзіңіз де барсыз. Жалпы жұртшылық айтып жатады. Халық айтса, халық айтпайды ғой. Бұлар бір 4-5 кітапты оқып алып, өздерінің бизнесі жоқ, қатырған түгі жоқ. Бірінші, мен өзіме жауап берейін. Мен өзі 2008 жылы Қазақстанда қазақ тілінде бизнес тренерлікті бастаған адаммын. Ораторикалық курстар өтіп. Ол кезде ешкім жоқ. Оның бәрі мен сол жылы шыққан кітаптарым бар емес, сонымен ақ дәлел ғой. Кейін YouTube мұнда пайда болды ғой. Кейін енді көбейіп кетті. Енді біріншіден, мықты бизнес тренер болу үшін сенің мықты бизнесің болуы міндетті емес. Өйткені бизнесмен бұл врач сияқты.
врач. Сіз барып, мысалға, бір адамды емдеу үшін сол аурумен өзіңіз ауырып көруге міндетті емессіз ғой. Мысалға, Гарвардты ала қойып, Гарвардтан қанша бизнесмендер шығып жатыр. Ал Гарвардтың профессорлары бизнесмен емес қой. Сондықтан бұл қате пікір негізінде. Әрине, оның өзінің бизнеста тәжірибесі болса, нұр үстіне нұр болады. Бірақ ол, мысалға, сіз ресторанный бизнесіңіз болуы мүмкін. Сіздің ресторанный бизнесіңіздің өзіңіздің тәжірибеңіз, кешіріңіз, алма өсіретін бизнесқа вообще жарамай қалады. Алма өсіріп көтерілген адам, ол ресторанный бизнесті дамытамайды. Немесе ресторанный бизнесте жүрген адам шоу бизнесті дамытамайды. Сондықтан да ол өзің тәжірибең болуы керек деген негізі бостау әңгіме. Ол бизнес тренерлік деген ол кәдімгідей мамандық. Мен ол мамандықты кәдімгідей бітірген адаммын. Мен Милтон Эриксон атында коучинг университетті бітірдім. Мәскеуде Приемгу международный академия лидерствоны бітірдім, осы бизнес тренинг мамандығы бойынша. Сосын менде степень MBA, сосын степень DBA. И және басқа да білімдерім бар, который енді мен кеше бүгін нарыққа келе салған адам емеспін да. Қазір жасым 30-ға келетін болса, 13 жыл болды мен осы салада жүргеніме. Ал басқалардан Аманжолдың айырмашылығы қандай дейтін болсақ, көпшілігі білім береді, мен білім бермеймін. Мен тәрбиелеймін, мен мінезін өзгертемін. Білімнен пайда жоқ, адамның мінезі өзгермейтін болса. Өйткені мен біреудің жалқаулығын қортам, жалқаулық білімсіздер емес, ол мінездің дұрыс еместігінен. Шапшаңдық ол да мінездің несі, качествосы. Менің андай әкем жоқ, менің ағам жоқ, мені қолдайтын бір адам жоқ деп соған бір мен қынжылмаппын да. Бірақ қиыны қиын. Қай жағынан? Жанашыр ағаларың болмаған, қиын жағын. Сен шын жетістікке жеткен кезде қасыңда қуанып, брат, құтты болсын, шынайы сен үшін қуанатындар болмайды да. И қайғырып кеткен кезде де морально дух беретіндер, демеу беретіндер болмай қалады да. Ал негізі шындап келгенде сені шын жақсы көретін бір адам бар да әлемде. Сен үшін жаны ашитын, сен үшін шын қуанатын, қайғырсаң шын дух беретін. Ол сенің анаң ғана. Ал әкенің қадір жезде ол еркек қой. Қалғандары сен жақсы болсаң ғана сен күштісің. Құлаған күні бәрі теріс айналады. Бірақ адам бар теріс айналмайтын мына өмірде. Қандай жағдай болсын. Кедей бол, инвалид бол, теріс айналмайтын бірақ адам бар. Ол ана. Анаңызбен тілдесіп тұрасыз ба? Мен анам қайтыс болып кеткен ғой. Әжеңіз сосын қайтыс болып кеткен. Иә, мен анам қайтыс болып кеткен, баққан анам қайтыс болып кеткен. Ал мен туған кісіні айтып тұрсыз ба? Мен ол кісіні ана деп есептемеймін, мен туған кісі деп айтатынмын. Ана деп есептейміз. Енді ол баяғыда мен тастап кеткен адамға мен қаяқтан қызық боламын. Кішкентай шақалақты беріп жере салу, ол сол кезде махаббат болмай тұр ғой. Енді ол кезде болмаған махаббат қайтып тірілік қазір пайда бола қала ма? Кешіре алмайсыз ба сіз оны? Мен ренжімеймін вообще. Менде реніш жоқ ояқ. Ол өз өмірлердің бастарында болған жағдай. Менде ешқандай реніш жоқ. Яғни жек көрмеймін де, жақсы көрмеймін деген әңгіме ол. Нейтральный позиция. Мен қателеспесем, мектепке аяқ киіміңіз болмай, қарындасыңыздың аяқ киім киіп барған кезіңіз болған екен, е? Қарындас мамамның аяқ киімі. Мамаңыздың, әжеңіздің аяқ киімі, е? Мамамның. Әжем емес, мамамның. Мамаңыздың аяқ киімі. Қандай аяқ киім еді ол? Так, оранжевый, қызыл сары не ғой? Етік қой. Мынандай каблук бар. Енді ештеңе жоқ, өстік қой. Иә, қыстың күні соны киіп бардыңыз. Жоқ қой, не істейсің? Или сабақ оқып бармай қоймайсың ғой? Жоқ, ол ерунда. Сол әжем марқұмның анау енді пенсиямен күн көріп отқан не? Пенсияға жазып қой деп бағана. Сол жерде коммерсанттардан бір етік алып берген, 4 оқып жүрген кезінде. Жаңғыз етік сатылып тұрған. 44-ші размер. Менің аяғыма көзі 32 ма, сондай шығар мүмкін. Дәу қып сонымен қыстан шықтық қой. Ол етік әлі жатыр ау деймін ауылда бізде. Складтың ішінде. 44-ші размер. Енді ұл бала болғаннан кейін сыныптастарыңыз айтуы мүмкін ғой? Мазақтаған кез көп. Жоқ, мазақтады емес. Даже кейбір класстастарым ата-аналары мен балаларының араласуына қарсы екен. Өйткені мен жағдайым жоқ қой. Өйткені мен жетіммін ғой.
енді сондай біз бөлу болды ғой. Ана әсіресе ең жаман нәрсе анау мектептен нашар семьяларға деп киім береді ғой. Сол кезде намыстан өзінің жерге тығып киімді өртеп жіберіп отыратын. Даже үй кәдімгі сасық үйдің іші. Өйткені көмір жоқ бір қыс болды. Анау шатырда кептерлер бар еді. Ауылда әр үйде кептер бар емес пе? Кептер мынандай саңлағышы, боғы, қазақша айтсам. Соны жақ күн көрген кездерде болды. Көмірдің орнына. Көмірдің орнына. Лайфхак елдер көмір жоқ адамдар жақсы болады. Көмір сияқты жанады, бірақ үй сасиды қатты. Қыстың күні елдер мал сойып соғым жесе, өздеріңіз кептердің етімен шыққан кездерде болған екен, иә, мен ғой оны шығарып жүрген. Кептерді ұстап аламын да, борлаймын да. Бордақлап. Әдемі лағымған шығады кәдімгі, тауықтың еті сияқты ода. Ондай кездерде болған. Бұның барлығы сол өзіңіздің әжеңіздің қайрауының арқасында, сол кісінің жетелеуінің арқасында бүгінгі аман жол болып отыр екенсіз ғой. Мен тренингте айтамын, адамға білім емес тәрбие керек деп. Сол мендегі алғырлық, өтірік айтпайды қасиет, бірбеткейлік, еңбекқорлық, жоқтан бар жасай білу баған, ит жанды деп өзіңіз айтып кеттіңіз. Сол қасиеттің барлығын сол әжем қалыптастырып тастаған. Сол кісінің тәрбиесінің арқасында. Сондықтан кез келген өсем өрлеймін деген адам білімді қоя салсын. Ең бірінші өзін өзгерту керек, өзін тәрбиелеу керек. 30 жыл бойы әкеңіздің кім екенін танымай өткен екенсіз. Яғни бір болжамдар болған екен. Осы кісі болуы мүмкін, мына кісі болуы мүмкін деп. Яғни бағанағы тест жасап, ДНК тест жасау арқылы сіз өзіңіздің әкеңіз тауыпсыз, қателеспесем, ол кісі Шымалғанда тұрады екен, ру шапырашты екен. Бірақ енді мына кісілерге қатысы жоқ енді. Қарапайым таксист. Ол кісінің де 4-5 баласы бар екен. Ол қаншалықты рас ақпарат? Жоқ, ол мен сізге Дубайда сұхбат берген кезде айтқам. Осындай предполагаемый 2-3 вариант бар өсек бойынша деп. Кейін мен туған кісінің айтуымен сол бағдарламадан кейін әлі қашып кеткен кісі хабарласты офисқа. Ол кісі сіз Дубайда әкем қашып жүр деді айттыңыз ғой? Иә, сол сұхбатта қателеспесем 2019 жыл деймін. 2019 20 ғой, 2020 жыл. Сонымен хабарласып кетіпті, балалар хабарласты, келді. Соны барып ДНК істедік. Иә, сол кісі болып шықты. Яғни, получается, руым шапырашты. Руым шапырашты болып шықты. Оның ішінде қандай екен біле. Оны білмейсіз. Әкеңіз қарапайым бағанағы таксист. Қарапайым таксист, шаруа адам ғой. Демек әкеңіздің өзі деп келді ма? Иә, ол өзі келді. Офисқа өзі хабарласқан екен, сосын жолықтық, сосын тест. 30 жыл бойы сізді ұлыңыз екен біліп жүрген бе, әлде сол сіз десем сұрақ өте көп, бірақ тізе шыққан сұрақтарды қойып, көпшіліктің де мазасын ала берген дұрыс емес. Бұл сұхбаттың яғни мақсаты сізбен осы дидарласа отырып, міндетті түрде мына 3 конверттің біреуін ашу болып табылады. Құтыла алмай